Қайырлы күн, курс тыңдаушылары. Келесі дәріс тақырыбы қатты және сұйық газ немесе бу арасындағы масса алмасу, адсорбция, иондық алмасу. Дәріс жоспары: қатты фазалы жүйедегі масса өтудің ерекшеліктері, сыртқы фазадағы масса тасымалдау, кеуекті денелердің негізгі сипаттамалары, адсорбция кезіндегі тепе-теңдік, дисорбция және иондық алмасу. Адсорбция процесі біріншіден ішкі масса беру салдарынан таралатын заттың қатты дене кеуектері ішіне фазалардың жанасу бетіне қарай жылжуы, екіншіден осы өткен заттың сыртқы масса өту арқылы сұйық ортада таралуы. Басқаша айтқанда, қатты фазалы жүйелердегі масса өту процесі ішкі және сыртқы диффузиядан құралады. Сұйық фазаның ядросында концентрациясы кеміп, тепе-теңдік концентрацияға жақындайды. Мұнда заттың таралу жылдамдығы конвективті диффузиямен анықталады. Суретте таралушы зат концентрациясының өзгеруі АВСД сызығымен көрсетілген. Қатты денедегі концентрация кеңістіктік және уақыт бойынша өзгереді, яғни масса өткізгіштік арқылы заттың өту процесі қалыптаспаған болады. Масса өткізгіштік процесі молекулалық диффузиядағыдай Фигтің бірінші заңымен өрнектеледі. Масса өткізгіштік салдарынан масса тасымалдау қатты денедегі жылу өткізгіштік арқылы жылудың таралуына ұқсас болады. Сонымен масса өткізгіштіктің дифференциалды теңдеуін жылу өткізгіштіктің дифференциалды теңдеуі сияқты төмендегіше жазуға болады. Адсорбция екі түрі болады. Бұл физикалық және химиялық адсорбция. Физикалық адсорбцияда адсорбат және адсорбент молекулаларының арасындағы ван дер Вальс күші әсерінен өзара тартылуы нәтижесінде өтеді де химиялық әрекеттеспейді. Ал химиялық адсорбцияда сіңірілетін зат молекулалары мен сіңіргіштік беттік арасында химиялық байланыс болады. Булар сіңірген адсорбент кеуектері будың конденсатымен толтырылады. Адсорбенттердің сипаттамалары және түрлері. Адсорбент ретінде затты массасының бірлігінде үлкен меншікті бетке ие болатын кеуекті заттар пайдаланылады. Адсорбент кеуектерінің капиллярлық каналдардың диаметрі бойынша макрокеуектер, өтпелі кеуектер және микрокеуектер болып өлшемдерімен анықталады. Макрокеуектердің меншікті беті аз, сондықтан олардың қабырғасына өте аз зат сіңіріледі. Олар сіңіретін молекулалар үшін тасымалдау канал рөлін атқарады. Өтпелі кеуектердің өлшемдері сіңірілетін молекулалар өлшемдерінен үлкен болады және адсорбция процесінде сіңірген заттың қабаты пайда болады. Қабаттың қалыңдығы бір молекулаға немесе бірнеше молекула болуы мүмкін. Адсорбенттер мынадай сіңіргіштікпен сипатталады. Бұл біріншіден статикалық және динамикалық сіңіргіштік. Негізгі жаңағы кең қолданылатын адсорбенттер бұлар силикагель, кремний қышқылының гелі, активтелген көмір және цианидтер көп жағдайда адсорбент ретінде қолданылады. Адсорбция изотермиялы тәжірибелі жолмен анықталады. Изотермиялардың түзілуі төмендегі факторларға байланысты. Бұл біріншіден адсорбенттің меншікті бетіне, кеуектер көлеміне, кеуектердің өлшеміне, сіңірілетін заттың қасиетіне, процестің температурасына байланысты изотермияларын құрастыруға болады. Дисорбцияны жүргізу. Сіңірілетін зат барлық уақытта дисорбция процесі арқылы сіңіргіштен ажыратып алу қасиеті оның қайтымдылығын анықтайды. Дисорбция процесі жоғары температурада немесе төмен қысымда өте толық және үлкен жылдамдықпен жүреді. Дисорбция адсорбент регенерациялау тәсілдері. Бұл яғни біріншіден термиялық регенерациялау, төмен және жоғары температурада, химиялық регенерациялау, ығыстыру арқылы регенерациялау, төмен қысымда регенерациялау. Адсорбция процесін өткізуге арналған негізгі аппараттар бұлар адсорберлер. Бұлар қабатты қозғалмайтын адсорбер. Екіншіден адсорбент қабатты қозғалмалы адсорберлер және жалған сұйылған қабатты адсорберлер болып бөлінеді. Адсорбция процесін жүргізетін адсорберлер негізінде мерзімді әрекетті адсорбциялық қондырғы немесе үздіксіз әрекетті қондырғылар болып бөлінеді. Келесі сызбада адсорбциялық қондырғының яғни түрлері келтірілген. Бұл яғни қатты қабатты қозғалмайтын адсорбент орналасқан қондырғылар. Келесі бұл бізде мерзімді әрекетті жұмыс жасайтын қондырғының сызбасы келтірілген.
Ион алмасу дегеніміз өздерінің иондарын ерітінді иондарына алмастыратын қабілеті бар иониттер жәрдемімен электролит ерітінділерінен бір немесе бірнеше құрастырушыны ажырату процесі ион алмасу деп аталады. Яғни ион алмасу аппараттарының келесі сызбалары көрсетілген. Және осы адсорбция және ион алмасу процестері де өндірісте өте кең қолданылатын аппараттар және процестер болып саналады. Сондықтан бұл процестердің негізгі жұмысын игеру, сызбасын игеру және технологиялық жұмыс жасау режимдерін білу әрбір химиялық технолог үшін өте маңызды деп санаймын.